Ақтауда. Қысқашасы осы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, жыл сайын жол көлік апаттарынан 1,3 миллион адам көз жұмып, 50 миллион адам жарақат алады. Қазақстанда да жыл сайын 13 мыңға тарта адамның өмірін жалмайды. Алайда осы көрсеткішті сәл де болсын азайтуға болар еді. Мысалы, апатқа түсіп, бауыры езілгендерге, я қансырағандарға дер кезінде көмек көрсетілсе. Санитарлық көмек. Гүлім Төлеуқызының сюжеті. Қарағанды тас жолы, халық оны қанды жол деп атады. Былтыр бұл аймақта 844 жол көлік апаты болды. 242 адам көз жұмды. Дегенмен бұл көрсеткіш 2010 жылмен салыстырғанда 11,5%-ға азайған екен. Оған себеп тегіс жол ғана емес, жол жиегіндегі медициналық құтқару бекеттері. Олар апат болған жерге лезде барады. Зардап шеккен жанды жедел түрде ауруханаға жеткізеді. Жол үстінде шама-шарқынша алғашқы медициналық көмекті де көрсетеді. Сол үшін бригадада 2 құтқарушы әрі көлік жүргізушісі, 1 дәрігер және 1 фельдшер бар. Өткен жылы 6 бекеттің құрылысы басталған. Алматы облысында 3-і, Қарағанды, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан аймағында бір-бірден салынды. Әнеміне дегенше солардың 3-і ашылып та қалады. 2015 жылға дейін бүкіл елде 40 дәл осындай құтқару бекеті жұмыс жасайтын болады. Бұл аурухана я болмаса емхана емес. Десек те, Қазақстан секілді жері кең, халқы аз ел үшін қажет қызмет. Сотрудников, к сожалению, кадр тапшылығын сезініп жатырмыз. Жұмыс кестесі вақталық әдіспен болса да, шектеулі айлыққа үй жайын тастап барғысы келетіндер аз. Алайда, қолдан келгенше үстемақы төлеп, мамандарды материалдық тұрғыда демейтін боламыз. Бірақ біздің жұмыста бастысы адамдарға көмектесу. Елдегі игі іске атсалысып жатқаныңды сезіну қаражаттан әлде қайда маңызды. Медициналық көмекті мобильді ету мақсатында тікұшақтар іске қосылды. 6-ы қазірдің өзінде әуеде. Алдағы уақытта әр 500 шақырым сайын бір тікұшақ қойылатын болады. Сөйтіп барлығы 44 әуе көлігі әр адамның жанын сақтауға күреспек. Тек қана медициналық емес, екі үйлерді өрттен қорғау үшін керек және құтқару операцияларына қатысады. Өз мүмкіншілігі көп та. Мұндай тікұшақ енді өзімізде жиналмақ. Германия мен Францияның ортақ жобасы Еврокоптердің ES-145 тікұшағының жылына 12 шақтысын жасап, алдымен өз қажетімізге жаратып, артылғанын Орта Азиядағы өзге елдерге саудалау көзделген. Әуе көлігі біздің климатқа оңтайлы екен. Жылы жерде ұстау керек, жылы және салқын жерде. Және оның заманауи ұшу навигациялық жабдықтары өте көп. Егер керек болса, түнде де ұшады. Сондықтан біз ойлаймыз, осы біздің Қазақстанның ауа райына байланысты өте дәл тапқан тікұшақтарды. Енді қатты аяз болса, 40-тан асқан ондайды ұша алмайды. 40 градусқа дейін ұша алады. Бүкіл елді аралап, мұқтаж жандарға дәрігерлік қолдауын көрсетіп жатқан денсаулық, жәрдем және саламатты Қазақстан пойызының қызметкерлерінде нағыз патриоттар дерсің. Айлап тар вагонның ішінде өмір сүріп, науқастардың бірін қалдырмай қабылдайды олар. Жыл бойына барлық Қазақстанды аралап шығады. 6 айдың ішінде біз 40 мың адам қабылдап тұрмыз. Ол адамдар жаңағы алыс кішкентай станцияларда тұратын адамдар аудан орталықтарына жете алмай жатады, қаралмай жатады, дәрігерлік көмек болмай жатады. Осы 6 айдың ішінде 300-ге тарта жеңіл операциялар жасалды. Дәрігердің алғашқы сапары 115 күнге созылған. Ұзақ жол қажытқанымен қуанышын қоса сыйлады. Осы пойызда ол өз бақытын тапты. Темір жолда табысқан 2 жан өмір жолында қол ұстасып өтуге уағдаласқан. Бұл пойызда жаңа халыққа қызмет көрсетумен қатар менің өзім жеке өміріме де үлкен әсер етті. Осы жерде өзімнің серігімді, өмір жолдасымды кездестірдім. Сапарға шыққанда бірге шығамыз, Астанада болғанда бірге. Бұл пойыз кішігірім емхана, 18 түрлі дәрігерлік қызмет көрсетіледі мұнда. Анализдерде ары кеткенде 10 минутта дайын болады. Бүкіл елде тіс жұлдырудың өзі ақылы болса, мұнда стоматологтың барлық қызметі тегін. Нақты статистика сөйлесе, дәл осы шаралардың арқасында 130 мыңға тарта адамға медициналық көмек көрсетілген. Бұл кәдуілгі бір қаланың тұрғындарының санына тең. Ендеше, игі істің жоспарлы уақытында толықтай жүзеге асуын тілейік. Гүлім Төлеуқызы, Нұралы Қожас, Қанат Әбілдин, Тараза.